Бәлеселем, Дәуіт сұраған каналына қош келдіңіздер. Бұнда тек фотошоп емес, сондай видеоға байланысты видеоға байланысты видеолар болады. Монтажға байланысты. Бүгінгі видеоның негізгі мақсаты осылай сөйлеп отқан кезде астында субтитр шығып тұру керек. Міне осындай. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін бізге не істеу керек? Бірінші бізде сайт CapCut.com, астында сілтеме описанияда осылар болады. Сосын бізге download деген жерге бару керек. Сосын Windows дегенді басу керек. Сосын ол өзі сохранить ететін жерді таңдайсыз, загрузкаға. Бұл келесі екінші бізде Subtitle Edit деп аталады, Subtitles Edit. Екінші программаның аты. Ол Nike DK ма қалай? Nike DK. Сол жерде бар. Қараңыздар. Сол жақта Download деп тұр, Subtitle Edit 3.6.11. Соның үстінен басасыздар, сосын мына жерде GitHub шығады, сосын мына жерде ең бірінші файлды басыңыз. Оны сохранить етіңіз, менде уже сохранить етілген, сосын архивтен шығарыңыз. Білетін шығарсыз деп ойлаймын. Сосын міне осылай архивтен шығардық делік. Одан кейін русский языкты таңдаймыз, бірақ бәрібір русский языкты таңдасақ та, сосын я принимаю условия соглашения, сосын далее. Болды. Осы бізде негізгі субтитрді қосатын болады. CapCut'та қазір бар, орысша, ағылшынша, басқа тілдерге арналған. Олар жақсы жасайды деп ойлаймын, бірақ қазақ тілінде жоқ. Сол себептен осындай нәрсені ойлап табуға тура келді. Ойлап табуға. Запустить етеміз, сосын завершить етеміз. Мыналарды жауа салайық, керек емес. Барлық сілтеме төменде болады, керек. Енді осындай бізде ашылады программа, көрініп тұр деп ойлаймын. Сосын бізде не істеу керек? Видео деген жерге кіреміз. Сосын мына жерде Audio to Text was Caldi деген бар. Соны басамыз. Сосын бізге Download FFmpeg дейді. Бұл аудио мен видеомен жұмыс жасауға керек. Сосын да дейміз. Сосын күтеміз. Скачать етіледі. Тез скачать етілді. Окей. Келесі тағы да бізде Download Vosk деген бар. Яғни литература Vosk. Осы арқылы модель ғой, былайша айтқан кезде қаншама адамдардың аудиоларынан жасалған. Болды, окей дейміз. Енді мына жерде choose model дейді. Мына жерде 3 точканы басамыз. Сосын English емес, мына жерде қазақ деген табамыз. Сосын download дейміз. Скачать етеміз қазақшасын. Бұны жасаған шетелдіктер, орыстар, Россиян азаматы, орыстар деген кезде атын ұмытып қалдым, сол кісі жасаған. Ол кісі шетелді взаимно бір-біріне интеграция жасаған, сөйтіп солардың арқасында осындай қазақша қосылған. Шынымды айтайын, бұл идеально емес. Сөздерді жұтып қояды, қазір көрсетемін. Бізде енді келесі ат деген бар, add қалай оқылады? Қосу деген қазақша аударымда. Соны басамыз, сосын видеоны таңдаймыз. Мысалға біз мына видеоны таңдайық. Сосын бастық, сосын generate дейді. Генерация жасайды. Күтеміз. Жасалып отқан. Болды. Айтып тұр. Files saved to video source folder. Яғни folder деген папкада, сол бағанағы видеоның папкасы бар, сол жерге сохранить етілді. Бізге бірінші CapCut'қа кіру керек. Субтитр дайын болса. Сосын New Project деп басамыз. Бірақ бізде New Project емес, мынандай Project. New Project деп бастық. Сосын новый проект. Сосын видеомызды аламыз, монтаж жасау керек. Саламыз, сосын мұнда қайттан қоямыз. Міне. Міне Дәуіт сұраған деп айтып тұр, яғни бағанағы видеоның басы. Сосын ең соңғы немізді қайттан аламыз. SRT. Бұл бізде субтитрлар бар, данные бар, кәдімгі файл. Міне қойдық. Міндетті түрде мына жерге қоймаңыздар, түсініп тұрсыздар ма? Егер мынаны былай қоятын болсақ, ол мына жерден басылып кетеді субтитр. Біз міндетті түрде мына ақ сызғыларды алдыға қарай шығарамыз. Сосын мына жерден плюсті басамыз. Сол кезде қойылады. Міне, астында тұр, бірақ былай барлығын белгілеп аламыз. Сосын мына жердегі font size деген баспаңыздар. Көріп тұрсыздар ма? Оны емес, бізге scale керек, scale. Міне. Түсінсіздер ма?
осы керек. Сосын мұнда система емес, шрифті асфальто деген бар, соны таңдаймыз. Освальд. Ол не жерде presets деген бар, или система ма, presets деген жерден тауып алдым байқамай. Сосын астыға қайтадан түсіреміз. оң жақтан мына жерде бізде background деген бар, яғни background береміз. Оның opacity, яғни прозрачностьін өзгертуге болады, қаншалықты сізге ыңғайлы. Мен әзірше 100%-ға қоямын. Міне освальдты қоямыз. Сол кезде міне барлығы дұрыс. Мына жерде бәріне сәлем деген қалып қойды, сол себептен кішкене созып жүреміз былай. Сосын мына жерге жазамыз. Мына жерге бәріне сәлем өтіре қоямыз. Болды. Міне. Ой, мына жерде көтере салайық, жарайды деп. Міне. Каналына деген таңына деп оқылған. Оны каналына. Сосын мына жерге қ. Қош келдіңіздер. Мұнда тек болу керек. Болды, оңай. Ручной емес. Мұнда фотошоп емес деген кішкене былай жылжыта саламыз алдыға қарай. Сосын фотошоп емес. Сосын сынай емес, осындай. Міне осындай видео болды. Сіздерге рахмет. Каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Жақын арада осыны қолдансаңыздар болады. Мен қазір неге қарсы шығып көремін? Телефонда жасауға. Егер телефонда жасауға тапсам, онда видео түсіремін. Менде видеолар слишком ұзақ болып кете береді. Сол үшін айып етпеңіздер. Егер жылдам көргіңіздер келсе, жылдам көріп кетіңіздер. Маған тіркелуді ұмытпа. Инстаграмма, барлық жерге. Осы каналға да. Енді лайкты заслуживать еткен шығармын. Бұндай нәрсені ешкім айтпайды ғой. Шын айтшы, реально ешкім айтпайды ғой.